Мен өзім туралы айтып кетсем, шыны керек, қарапайым жанұяда тудым. Микрорайон Айгерим деген қазір Рыскулова Петровада, бұрын поселок Кирова деген болған. Сол поселок Кировада мен туылдым. Осындай бір осы бұрыштан мына бұрышқа дейін осындай бір времянкада тұрдық. Көмірмен пешті жағып, туалет далада, ыстық су жоқ, телефон бұл арман, жол жоқ. Университетке, школаға барғанда аяғыма ана целлофановый пакетті киетін, целлофановый пакетті кие боламын да, соны батпаққа енді аяғым бәрі быт-шыт болмасын деп, неге сумканың ішіне тағы да щетка мен крем салып аламын. Өзім бірақ та әке-шешем енді дұрыс үйреткен де, енді өкінішке орай әке-шешем мысалы маған жақсы бір қалай айтсаң, жаңа су, жаңа бір киімдерді алып беруге енді мүмкіншіліктер жоқ болған. Барлық істеген еңбектері осы менің ініммен өзіме салып, адам болған әке-шешелеріме мыңда бір рахмет. Сендердің сіздердің араларыңызда осындайда құрметті, киелі десем де артық болмайтын шығар, осындай ата-аналарыңызға мыңда бір рахмет. Ең бірінші бизнес бастауым менің 11 жасымда басталды. 5 жасынан әке-шешеммен біз ана детский мир деген универмагтың алдында енді мамам өзі кішкене пысықтау болғанда, и варенка дейді ғой, джинсы, варенка, совет өкіметінде табылмайтын бір зат болған. Соны бір жерден алып, Москвадан, Мәскеуден біздің ағамыз ана пойыз бар ғой, сол пойызда жұмыс істеген проводник болып, сол Мәскеуден алған джинсовка мен варенканы алады да, сол детский мирдің қасында сататынбыз. Садик жоқ. 90-шы жылдар толығымен мемлекеттік енді Совет одағы кетіп тарихқа, ал жаңа Қазақстанның енді құрылуы тек қазір ғана басталған кезде болған ғой. Сол әке-шешемнің қасында болып, маманың қасында болып, осы варенканы сататынбыз. Содан кейін 11 жасында мамамен бірге енді шыны керек біз қатты ұялатынбыз. Себебі ұялғанның ең бірінші себебі бізді спекулянт деп айтқан. Спекулянт бұл ана бір спид аурумен ауырған адамға тең болды ғой. Бір ана айтады ғой, ана чума депші, соған чумаға тең деп бізді сонда спекулянт деп қудалаған. Мен енді әкем зоотехник болған соң, оны басқа командировкаға көбінесе жіберетін, ал шешем базарда жеміс көкөністер сататын, мысалы біз тағы да ет сататынбыз, малды алып сойып, сол етті базарда сататынбыз. Сол кезде енді шешем жаурайтын қатты суық кездеші. Обед ішу керек, мысалы жазда. Мен мектептен келем да, оны ауыстырам. Бірақ та қатты ұялатын. Мысалы мұғалімдер келсе, оқушыларым, енді мектепте жүрген оқушыларды көрсем, ана прилавктың астына кіріп алам да тығылып қалам. Олар кетеді, қайтадан шығам. Сонда ана қыста пиманы, үлкен пима, мынандай мына жерге дейін келетін пиманы киіп алам да, сол базарда тұратын жәшіктерді қойып, 2 жәшікті қоям да, соны сатып. Бірақ та адамдардың қызығушылығы соншама бір жақсы болғанда көп сауданы менен алатын. Қасында бір конкуренттер апалар тұрады, бірақ та бәрі келіп, мен ағалар келіңіз скидка берем деп қоям ғой оларға. Кішкентай болған соң ана енді олар әрине ол скидкаға қарамай өзіме шоколад тастап кететін, сникерс беріп, ой, молодец, осы өсетін жігіт екенсің деп маған басымнан кішкене сипалап, мен соны рахмет айтып, енді 2 жыл өтті арасында. 13 жасымда өзінің бір базаркоммен сөйлесіп, ана тойда бар ғой, тойда тақпақ айтып, әйтеуір жиналған туыс-туысқандардан ақшаны жинап алып, көрімдіктерін ба, енді бала ретінде береді ғой. Сол ақшаны жинап алып, мен барахолкаға барам да, ойыншық сатып аламын. Ойыншықты сатып аламын да, сол ойыншықты 200% пайызбен накруткасын жасап, өзім сататын. Әке-шешемнен бірақ та сұрадым, мен осылай болады ма, маған кетуге, мен өзім сатсам, сауда істесем болады ма деп. Олар жарайды, болады дейді.
3 айдан кейін әке шешем көкөніс пен етті қалдырып ойыншыққа көшеді. Сонда бұл ең бірінші менің бір бизнес кейсім болған. Себебі ойыншыққа деген енді барахолка енді ашып отырған көптеген заттар Қытайдан келеді, жаңа инновациялық ойыншықтар шығады. Сол ойыншықтарды енді өзім балам болған соң, қандай ойыншықты өзіме қызықты, соны сатып аламын да, келемде 100-200% наценкасын жасап басқаларға сататын. Әке шешем соны көріп, ойыншықтың соншалықты жақсы өтетінін көріп, сол ойыншыққа көшеді. Ойыншық, гүл сатамыз 8 мартта, 23 февральда одеколон, носки сатамыз. Почему? Әйелдер тек қана бізге одеколон мен носки сыйлайды, соны түсінбеймін. 8 март болса, iPhone күтесіздер, а бізге носки сыйлайсыздар. Вселенская несправедливость дейді ғой. Шутка, әзіл, бұның бәрі әзіл. Сол бизнесті бастаған соң енді, бірақ та бизнестің көзі бізді енді милиция қудалап келеді, қайта бізді алып алған соң, мен өзім енді әке шешеме бір көмек ретінде біз балалармен қосылып грузчик болып істейміз. Екінші ЖД вокзал, Абылайхан Ташкентский көшесінде Южный депо дейді, сол Южный депоға барып, біз Алматыға келетін көмірдің бір партиясын 5-6 бала болып жиналып, сол сағат 5:30-да келеміз де, сағат 8-ге дейін көмірді тасып, оны кейін неге барамыз? Сабаққа барамыз. Сабаққа жөнелдіп, сол 15 жастан біз грузчик болып істегенбіз. Одан кейін мен шыны керек официант да болдым, бармен да болдым, казинода дилер болып істедім, диджей да болдым, ведущий да болдым. Қай жерде ақша төлейді, сол жерге баратын. Енді жұмыс көзінің, енді қарның аш болса, жұмысқа қарамайсың. Өзімнің бір историям бар да, сізге айтайын. Жасым 16-та, бірінші курс студентімін. Бір күні, енді шыны керек, бір кризисті момент болды да, біздің жанұямыз үшін. Қалды да 50 теңге мамам береді, 25 теңге университетке бару үшін, 25 теңге қайту үшін. Күннің бірінде үйден енді ұйықтап қалып, кеш шығам, университетке келемді. 3-ші пара бітеді, 3-ші парада біткен соң, енді столовыйға шығамда, столовыйдың қасында. И тамақ жеп отырған адамдарды көремді, өзімнің қарным аш. Білмеймін, бірақ та ақша жоқ. Сұрайын десем, достарымнан булочкадан бір тістейін десең, енді бірінші курстың студентіне бұл ұят шығар деп, мен енді шыдадым, шыны керек. Сабақтары біткен соң, үйіме оралам, үйдің ішіне кірсем, үйде ешбір тамақ жоқ. Нан да жоқ. Алдап тұрғаным жоқпын, осы Алланың өзі біледі, нан да жоқ. Сонда ананың ішіне, жәшіктердің ішіне ашсам, картошка. Андай проросший картошка болады ғой, сондай кәрі картошка. Сол картошка бар, кішкене не табам, күріш табам, и кубик Галина Бланка деген кубик болады ғой, сол кубик табам. Саламда суды ыстам, картошканы саламда, өзім барып намазды оқуға, түс намазының уақыты келеді. Намазды оқып отырамда, аттахиятудың ассаламу алейкум деп айтамда, и бір кезде жылап жіберем. Қатты жылайым. Соншалықты қатты жылағым, өз-өзімді ұстай алмай, жаман сезімге соншалықты Алла Тағалаға айтамда, Алла Тағала не үшін бұл? Не үшін бізді азғыртасың? Не үшін, мысалы, менің жанұям ешкімге жаманшылық істемеген, біз ешкімді ренжітпегенбіз, біреудің нәрсесін ұрлаған жоқпыз, біреуді өлтіріп қойған жоқпыз. Неге осындай біз бір жаман өмірді сүріп жатырмыз? Қатты жылайым. Отырып алып, аттахиятуда отырында қатты жылайым. Бір уақытта, бір мезгілде өз-өзіме бір санама келеді, 16 жастағы дәрдай жігіт тамақ үшін жылап отыр деген сезімге келем.
Осы сезімде өз-өзіме уәде берем. Ешқашан келешекте материалды зат үшін мен ешқашан тамақ үшін, ешқашан ақша үшін көз жасымды жерге түсірмеймін деп өз-өзіме уәде бердім. Сонда айтып кетерім бір, Алла тағала осындай қиыншылықта менімен болған. Шын айтам, енді кухняға барамда, қайнап отырған судың ішіне картошканы лақтырып, күрішті лақтырам. Бір кезде 5 минуттың ішінде біреу есікті тоқылдатады. Есікті ашсам, бір ағай тұр. Қайрат бауырым, қалайсың? Жақсы, ассаламалейкум аға. Мама, әке-шешең қайда дейді? Әке-шешең жұмыста, не істеп отырсың? Сен мені танымадың ба? Мен сенің Сәбит ағаң ғой. Сенің кішкентай кезіңде мынандай болғанда, сені әлпештеп өзім тәрбиелегем дейді. Мен ол кісінің шыны керек, мен танымадым. Сол кірет, аға кіріңіз, кіретті табалдықта. Мен айтам, аға кіріп енді дан ауыстыңыз дейді. Ол кісі кухняға қарайды да, көреді, столда ешбір нәрсе жоқ екен. Көрді да, былай қайтадан бір не дейді, артқа қарай тартады да, жоқ, мен кетуім керек, менің қазір уақытым жоқ, әке-шешеңе сәлем айта сал, Сәбит ағаң келді деп. Қалтасына қолын сұғады да, қалтасына 2000 теңге алады. 2000 жылы 2000 теңге, бұл жақсы. Студент үшін бұл кәдімгі бір ақша ғой. Алады да, кел Қайрат, мә, студентсің ғой, қызың бар шығар, қызыңды ресторанға апар дейді. Сонда кел, аға жоқ, кері жоқ, аға дейді, студентсің ғой деп қалтама салып кетеді. Соншалықты дұрыс адам ситуацияны біле танып, асханада енді астың нанның іштеме болғанда, кухняға қарайды ғой енді. Көреді, іштеме жоқ екен, сонда 2000 теңгені тастап кетеді маған. Осындай қиын уақыт болғанда, дұғамды жасап, өз қолымды Аллаға көтеріп, аспан жаға Алладан сұрағанда, әрдайым осындай көмек келетін маған.